Қосылам дейтін адамдар болса, запрос жіберіңіздер. До сих пор 7 остается. Көрермендер аз ғой, зрителей мало. Что-то. Уағалейкум ассалам. Жақсы, өздерің. Құдайға шүкір, ептеп, ет жеп жатырмыз. Үйде ма? Настроение күшті. Кеше нервті жедім, біраз энергияға толдым. Әкімнің орынбасарын ба? Енді білесің ғой, айтпай қояйын деп қойсын. Бүгін, короче, анда Павла деген местный паблик инстаграмда. Солар, короче, соны шығарды. Мақтабастар вовсю, короче, там развонялись. Потом они комментарий жана ғана отключили. Кірсем жоқ комментарий, короче. Көп пекен мақтабастар. Там, братан, может сложиться впечатление, что только как будто павлодарские пишут. На самом деле там, оказывается, бүкіл Қазақстаннан, Ресейден, да, короче, кто она, Павлаға подписанный. И бір-біріне жібереді ғой олар. Я, Ресейдің азаматтар вообще, короче, неге инстаграмның фотоға кірсең, вообще бір Москвада жүр, короче, анда иностранцы, да, короче, иностранецтер. Бірақ сол Павлаға кіріп, пікірін тастайды да. Вот он создает провокацию, межнациональную рознь деп. Сол. Ана вообще, которая бір қыз неден, Алматыдан. Біз ана жол Адилжан мен Рузапаймен бардық қой, неге, Народный банк. Я. Сол, короче, қыз, қазақтың қызы, там, что попало про меня пишет. Танық қойдың ғой. Я, мен, короче, каждый неге, сколько успел зайти, столько зашел. Өзің что, жұмыстасың ба, Асеке? Я жұмыста. Маған жаңа ана YouTube каналға бір страйк келді. Бір фашисттардың видеосын салып едім. Сразу страйк келді. Вообще салмау керек олар. Сондай қызықтар бізде. Вообще чужое видео не стоит использовать, блядь, сразу. Сразу страйк келеді дейсің. Я. Сол, этот TikTok что, постоянно жүргізесің ба, или вот только опять начал, недавно? Мен екінші аккаунт ашқам. Оны да 1000-ға толтырдым. 2 аккаунт ашып қойдым. Если біреуін бұғаттаса, екіншісімен жүргізе беретіндей. Жоқ, ол түсінікті, просто біздің основной аккаунттарын снесли, и все, стримдар болмай қалды да бізде бәрімізде. Я. Страйктармен, короче, ана. Сол біраз болды, шықпағалы бүгін шығып көрейін деген ма? Мен тоже жай кірдім, думаю, может, біреу өткізіп отқан шығар. Шляпа кигізіп отыр ғой, елдер. Сол кім кигізіп отыр? Басқа не жаңалықтар болып отыр? Анау, учение болып отыр, я? Болып отыр ма? Болады, неде? Қай жерде? Ресей мен Беларусь, короче. Ресей мен Беларусь. Астраханская область, короче. Что-то сен дауысың нашар естіліп тұр ғой. Я что-то сен зависать етіп. Дауысың нашар естіліп тұр ғой. Естіліп тұр ма қазір мен? Сен естілет, мен естіліп тұр ма? Алло.
Иә. Оу. Қалай естіледі? Что-то зависаешь ты, интернет у тебя или что-то Я зависаешь? қазір тоқта. Енді Қазір қалай болды? нормально. Дұрыс болды ма Я. кішкене? Просто сен, видишь, даладан кірдің да, и этот, там же стены толстые, где вот этот. Мүмкін. Фейсбукта Нұрлан Сұлтанов деген бар екен. Сен жазылғансың ба, жазылмағансың ба? Фейсбукта вообще жоқпын ғой, білмеймін мен. Жай так. Нұрлан Сұлтанов деген аккаунтына кіріп көрші, қызық. Неше түрлі Не деп жатыр? құжаттарды салады ана. Ресей царский Россия кезіндегі документтерді салады, арасында Совет өкіметі кезіндегі бір архивный документтерді салып отырады. Қызық нәрселер салады екен. Жақсы. Мысалға, за 20 лет независимости в Алмате больше построено квадратных метров жилых квартир, чем за все время совка. И нелерді айтады, мы вам города построили, анау-мынау деген әңгіме болған кезде, тоже архивный бір видеоларды шығарады бұл кісі. Ана ЖД, железнодорожный путтардың бәрін пленный нелер салған екен ғой. И стройкада көбінесе военно-пленныйлар салған екен. И местный население көрсетеді. Көбінесе қазақтар и военно-пленный каторжаниндар салған ғой, көбінесе. Иә. Дұрыс. Қазақтар салды ғой осы қалаларды. Иә, сол аналарға контраргументтар беріп отырады да мақтабастарға. Осылай болған, былай болған деп. Дұрыс. Сөйту керек. Бірақ анау мақтабастарға бәрібір. Олар бір тек пленка бар, бір позиция бар, олар басқаша білгісі келмейді. Олар Путинді шақырып жатыр. Қашан келеді деп, сондай немен өмір сүріп жатыр. Малдар ғой, сепарлар ғой. Иә. Мұнда қонақтар бар екен ғой, кірсін эфирге. Салам алейкум. Уағалейкум ассалам. Что там, братья мусульмане, о чем обсуждаем? Что за беседа? О жизни. О жизни. По жизни. Я тебе расскажу, где что растет, где оттуда что выходит. Қай жерден боласың, братан, қай жерден боласың? Павлодарда мен болам, Павлодар. Да ты что, Зема, да? Ты откуда? Тоже павлодарские, местные. Что за обсуждение? Что за общение? Да ничего так, вчера вот один блогер пошел до замакима города, докопался, почему на государственном языке, на казахском ему не отвечает. Вот думаем, как этот, прав, не прав он, как думаешь? Он должен отвечать на государственный язык. Он должен знать русский и казахский. Он должен знать русский и казахский. Два языка должен быть. В любом случае. Он должен ответить. Видишь, она же русская, братан, она русская. Ее зовут Светлана Гладышева, она русская по национальности. Нет, не имеет значения. Она же государственный работник, она должна знать. Это разве не разжигание межнациональной розни? Нет, если